Қайырлы күн, білім алушылар. Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сөйлемдегі сөздердің байланысы. Бүгінгі сабақта сөйлемдегі сөздердің байланысын сұрақ қою арқылы анықтауды пысықтаймыз. Сөйлемдегі бір-бірімен байланысып тұрған сөздерді табамыз. Дұрыс құрастырылмаған сөздерді қайта құрастыруды үйренеміз. Ендеше 28 жаттығуға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқы. Құс дәнді қалай бөлді? Тышқан мен борсық бір қара дән тауып алды. Оны қалай бөлісуді ойлады. Осы кезде жандарынан құс ұшып бара жатты. Құс, мен сендерге көмектесейін, деді. Сен тышқан, қолыңа күрек ал, жерді қазып, дән ек. Ал сен борсық, су құйғыш алып, жерді суғар. Тышқан мен борсық оның айтқандарын істеді. Күзде үлкен күнбағыс өсіп шықты. Оның дәндері өте көп болды. Олар дәндерді бөлісті. Тышқан бір шелек, борсық бір қап. Ал құс болса, ақылды кеңесі үшін тұтас бір себет дән алды. Балалар, сендерге мәтін түсінікті ме? Мәтінде не туралы айтылған? Мәтін саған ұнады ма? Дәннің жақсы өсуіне не себеп болды? Қалай ойлайсың, оған судың пайдасы тиді ме? Суды неліктен тіршілік көзі деп атайды? Ендеше балалар, өз ойларыңызды айта қойыңыздар. Әрине балалар, су өмір нәрі, тіршілік көзі. Сусыз ешқандай ағза да, адам да, жан-жануарлар да өмір сүре алмайды. Сусыз табиғаттағы шөптер де, гүлдер де жайқалып өспейді. Яғни судың қасиеті өте көп. Оның емдік қасиеті де бар. Оның адамның денсаулығына пайдасы зор екенін білеміз. Судың түсі болмайды, дәмі болмайды. Яғни ол мөлдір болады екен. Тамаша. Ендеше балалар, 30-шы жаттығуға назар аударайық. Керекті сөздерді пайдаланып, өлең құраймыз. Яғни қияшыңнан, тасты бұзып, ақжалданып, құлақ жарлар деген сөздерді пайдаланып, сарқырама өлеңін құрастырыңыздар. Балалар, өлеңді құрастырып болсақ, кәне бірге тексерейік. Қияшыңнан құлайды, тасты бұзып арыны, ақжалданып тулайды, құрақ жарар сарыны. Тамаша балалар, сендерде де осылай болды деп ойлаймын. Ендеше балалар, назарымызды 32-ші жаттығуға аударайық. Меңзер бағыты бойынша бір әріп тастай отырып, мақал құрастырып оқиық. Дайынсыңдар ма балалар? Қандай мақал шығады екен? Кәне барлығымыз бірге табайық. Су ішкен құдығыңа түкірме. Яғни балалар, су ішкен құдығыңа түкірме деген мақал шықты. Осы мақалды балалар жаттап алыңыздар. Сонымен бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.